саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бизнес модель жоспарлау. Біз бұл сабақта бизнес модель канвасының түсінігі мен үлгісін қарастырамыз. Канва модель әдісін ойлап тапқан Швейцарияның бизнес аналитигі Александр Астервальдер. Канва дегеніміз бизнес жоспардың жинақталған түрі мен бизнес үлгілерді құру, жоспарларды іске асырылуының жалпы алгоритмі. Канва модель 9 бөлімнен құрылған. Бұл бөлімдер бір-бірімен тығыз байланысты. Енді модельдің ең бірінші бөлімі басты құндылықтарды қарастырамыз. Бұл блокта сіздің өз пайдаланушыларыңыз сатып алатын құндылықтарды атап өтуіңіз керек. Сіз өнімнің өзін емес, оның пайдаланушыларға нақты не беретінін анықтап алуыңыз қажет. Модельдің келесі бөлімі тұтынушылар сегментіне тоқтала кетейік. Бұл жерде ең бірінші сіздің тұтынушыңыз кім екенін анықтап алу қажет. Яғни оның қызығушылығы, жынысы, жасы, білімі, табысының деңгейі. Бұл қасиеттер мақсатты аудиторияны нақтылауда қолданылады. Үшінші бөлім арналар. Клиентпен қарым-қатынас орнатудағы барлық мүмкіндіктерді пайдалану, яғни жарнамадан сатылымдағы қызметке дейін бақылау жасау. Келесі төртінші бөлім клиенттермен қарым-қатынас орнату. Яғни сегменттердің әрқайсысымен біздің қарым-қатынасымыз қандай? Олар қалай біріктірілген? Олар біз үшін қаншалықты қымбат? Коммуникацияның әр бөлігінде клиенттермен қандай қарым-қатынас жасалады? Сіздің тұтынушыларыңыздың күткені осы ма? Оларға бәрі ұнай ма? Сіз оған қанша шығын жұмсайсыз? Келесі бөлім табыс ағыны. Біздің клиенттер неше ақша төлеуге дайын? Ол қазір не үшін ақша төлеп отыр? Әр табыс ағынының жалпы үлесі қандай? Бұл бөлімде, мысалға, кесімді құбылмалы бағасы бар өзгеріссіз тұрақты табыс, жалға алу, несие, яғни табысты клиенттер топтары бойынша және сату түрлері бойынша бөлуге болады. Модельдің 6-шы бөлімі негізгі ресурстар. Негізгі құндылықтарды құру үшін қандай ресурстар қажет? Яғни, өз бизнесіміздің дамуына қажет ресурстарды анықтау. Ол ресурстарға ақша, шикізат, адами ахлой, материалдық емес, соның ішінде патенттер, куәліктер жатады. Моделіміздің 7-ші бөлімі негізгі әрекеттер. Жұмыс істеу үшін бізге қандай негізгі әрекеттер қажет? Клиенттермен қарым-қатынасты күшейтуде қандай әрекеттерді қолдануға болады? Соның ішінде негізгі әрекеттерге өнеркәсіптік процестің кезеңдері, жеткізу, маркетингтік қызмет, сатудан кейінгі қызмет көрсету және тағы басқалары жатады. Басқаша айтқанда, бұл бағанада сіздің бизнес процесі жұмыстарының басты кезеңдері белгіленеді. Келесі бөлім негізгі серіктестер. Біздің негізгі серіктестеріміз қандай? Біздің негізгі жеткізушілеріміз кім? Біз олардан қандай негізгі ресурстарды аламыз? Бұл жерде оларсыз сіздің бизнесіңіз тіршілік ете алмайтын серіктестерді жазу қажет. Оларға мысалы маркетингтік агенттіктер, жеткізушілер, кеңесшілер, аутсорсинг компаниялар және тағы басқалары жатады. Моделіміздің соңғы бөлімі шығындар құрылымы. Осы жобамен қандай шығындар байланысты? Ақша қайда кетуде? Жұмысшыларға қанша төлеп отырмыз? Сіздің ақшаңыз тиімді жұмсалуда ма? Жобаға салған ақша ойыңыздағыдай ма? Бұл модельдің тиімділігі осы жоба негізінде сізге қандай әрекеттер ақша келеді? Қандай әрекеттер бос уақыт кетіреді? Соны анықтай аласыз.
Бизнес модель канвасының үлгісі ретінде мына кестеге көңіл аударайық. Ал енді осы модель үлгісін толтыру үшін мейрамхананы алайық. Ал енді мейрамхананың басты құндылығы бұл жаңағы ұжым болған жағдайда корпоративтік мереке, атаулы күндерді атап өту. Ал жай келушілерге тағамның түрлерін ұсыну, серіктестермен уақыт өткізуге ыңғайлы жағдай жасау, қызметтің сапасын жақсарта білу. Екінші блокта тұтынушылардың сегменттері. Бұл жерде тұтынушылардың, яғни біз кім үшін жұмыс істейміз? Біз үшін ең маңызды клиент кім? Яғни клиенттерді орта және жоғары деңгейі бойынша саралау. Үшінші блокта мейрамхана үшін өзара әрекеттесу арналары, сайт, столдарға тапсырыс қабылдау, келісім шарттарға отыру болып табылады. Келесі кезеңде клиенттермен қарым-қатынас. Бұл жерде жарнама, сыртқы жарнама, әлеуметтік желі, серіктестік бағдарламалар арқылы қызметті күшейту болып табылады. Мейрамхана үшін табыс ағыны бұл клиенттің төлем ақысы, ұжымдағы іс-шара, үйге жеткізу, рум сервис және кетеринг жатады. Келесі блокта негізгі ресурстар. Оған персонал, технология, техника, жабдықтар, инвестиция және объектілер жатады. Жетінші бөлім. Мейрамхана үшін негізгі әрекеттер бұл клиент тарту, демалысты ұйымдастыру, тамақ түрлерін ұсыну, клиенттерге қызмет көрсету, музыка және қосымша қызметтер жатады. Моделіміздегі негізгі серіктестерді банк, жабдықтаушылар, жеткізушілер, кеңес берушілер, тренерлер құрайды. Моделіміздің соңғы бөлімі шығындар құрылымына салық, жалақы, несие, материалдар шығыны, аутсорсинг қызметі, яғни сыртқы ресурстарды қолдану қызметі жатады. Сабағымыз осымен аяқталды. Осы тақырып бойынша қосымша материалдарды мына дереккөздерден ала аласыздар. Сау болыңыздар.